Сәлем достар, бүгін мен сіздермен сүтті қыз тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әуелі құрғақ әрі таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және бір немесе 1,5 банка сгущенкамызды саламыз. Оларды жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл тортта сгущенканың сапалы болғаны жақсы, себебі соған жараса тортымыз да дәмдірек болып шығады. Жақсылап миксерлеп аламыз. Енді оның үстіне 100 грамм үй температурасындағы сары майымызды салатын боламыз. Сары май үй температурасында болу керек, және де қаласаңыздар сары майды сұйық күйінде қоссаңыздар да болады. Енді ұнымызға қамыр қопсқышты салып, еліктен өткізе отырып, сұйық массамызға бөліп саламыз. Сұйық массамызды алдын ала пергамент қағаздарымызға дөңгелек сызық сызбалап, әр қағазымызға 3 ас қасықтан салып жайғастырамыз. Менде форманың диаметрі 24. Осылай шет-шетіне шығармастан әдемілеп жайғастырып аламыз. Біз әр коржымызды пешімізде 7-8 минут ұстаймыз. Одан артық ұстаудың керек жоқ, себебі корждар өте тез піседі және өте нәзік болып шығады. Енді тортымыздың арасына жағатын кремімізді жасап аламыз. Салқын сливкемізге сахарный пудрамызды және де салқын творожный сырымызды салып, жақсылап креміміз қоюланғанша миксерлеп аламыз. Енді тортымыздың арасына жағып, тортымызды жинаймыз. Мен тортымды жинадым. Енді сыртын қаптап, ары қарай өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен тортымды осылай әсемдедім. Бұл торт өте нәзік, кез келген адамға ұнайды. Жасап көрсеңіздер болады. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк баса кетсеңіздер.